Құрметті көрермен, біз әрмен қарай жалғастырсақ, қатарымызға енді қосылсаңыз қайырлы таң дейміз. Әрине, көгілдір экраннан алыстамаңыздар, және таңғы көңіл күймен біз эфирімізге келіп жеткен құрметті мейманымызбен де таныстырсақ, біздің эфирде қонақта Маулипа Ошанқызы, Пушкин атындағы кітапханалық оқу залының қызметкері. Маулипа ханым, қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы таң болсын дейміз. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, шүкір, рахмет. Өздеріңіз? Таңғы уақытыңызда қиып келіп жатқаныңызға алғыс білдіреміз. Ең әуелден және әрине бүгінгі күнге сәттілік тілей отырып, сауалдарымызға көшсек, кітап сүйер қауым жалпы өзіміздің эфирден жиі көріп жатады өздеріңізді. Жақсы біледі, және дәл осы тұста алдағы уақытта келе жатқан мемлекет қайраткері Қонаевтың туған күніне орай әрине бүгінгі сұхбатымызды өрбітетін боламыз. Құрметті көрермен, дәл осы мерекелік шараға байланысты қандай дүниелер өткізіледі, жоспарда өзіңіз осыған тоқталып өтсеңіз? Әрине, мемлекет және қоғам қайраткері Дінмұхамед Қонаевтың туғанына биыл 110 жыл толып отыр. Осыған орай Пушкин атындағы Шығыс Қазақстан облыстық кітапханасында Аңыз адам атты кітап көрмесі ұйымдастырылды. Ол кітап көрмесі бізде жыл бойы жұмыс жасайды. Кітап көрмесіне қайраткердің балалық шағы, өскен ортасы, отбасы, студенттік кезеңдері, жұмыс жасаған уақыттары кезеңдегі оқиғалар туралы, кітаптар және маңызды баспасөз беттеріндегі мақала, газет, журнал беттеріндегі тың деректер туралы материалдар қойылып отыр. Жалпы өміріне мағлұмат алып. Иә, мағлұмат алып. Енді жалпы оқырман қауымға дәл осындай бір тың деректер, тарихтан жаңағы мағлұмат алам деп жатса, келіп көруіне болады ғой, иә? Әрине келіп көруіне болады. Бізде көрме жұмыс жасайды, ашық түрде қойылған. Сол жерден әдебиеттерді алып оқуына көруіне болады. Жалпы енді өзіңіз кітапхана қызметкері ретінде ұзақ уақыт енді шамасында келе жатса, өзіміз білеміз, жалпы бірге жұмыс жасап жатқандықтан оқырманның, жастардың деген бір қызығушылығы қандай? Мәселен, осындай ұлы тұлғаларымызды танып білуге, бір ізденуге деген жаңағы байқайсыздар ма көзқарастарын? Әрине бізге көбіне жастар, студенттер келеді, мысалы мақалалар жазады, ғылыми жобалар жазады. Сол кезде осындай тұлғаларға немесе басқалар тақырыптарға келген кезде біз оларға көмек көрсетеміз, көптеп келеді. Қателеспесем, қазір сіздерде электрондық жүйе іске асты, жаңағы тіптен қолжетімді болу үшін көрерменге бір қолалы дүниелер айтты. Біз енді сюжет ретінде жаңалықтардан беріп жаттық. Өзіңіз енді тоқталып айта өтсеңіз болады бұл төңірегінде. Бізде электронды түрде кітаптар жасалынып жатыр. Мысалы, бұрын кезде жаздыртып алатын болсақ, қазір терминал бар, терминал арқылы алады. Сонымен қатар келе алмаған жағдайда бізде оқырмандар бізге телефонына хабарласып немесе сайтқа кіріп хат жазып бізге сұранысын жібере алады. Біз оларды PDF форматында жасап, оларға қайтадан жібереміз оқырмандар сұранысы бойынша. Яғни ізденген адамға барлығы қолжетімді дейсіз ғой. Енді тақырыбымызға қайта оралсақ, жалпы енді өзіміз білеміз, 2 жыл көлемінде бір шектеулермен келе жатырмыз. Шынымен жалпы жаңағы эпидемиологиялық жағдайға байланысты карантин деп жатамыз. Осы кезеңде оқырманда бір қандай да бір талаптар болды ма, өзгеше өздеріңіздің тараптарыңыздан оқырманға көмектер көрсетілді ме? Нелерді атап өтер едіңіз? Осы карантиндік шектеулерге байланысты біз оқырмандармен жұмыс жасау тоқтатқан жоқпыз. Бізде бәрі онлайн түрде іске асты. Мысалы үшін бізде әртүрлі әлеуметтік желілер бар, YouTube, Instagram деген сияқты. Біз соларға осы атаулы күндерге байланысты, маңызды оқиғаларға байланысты видеолар түсіріп, немесе маңызды деректерді сонда салып отырамыз. Келе алмаған оқырмандар, немесе алыстағы оқырмандар сол жерден қарай алады өзіне керекті. Немесе бізге өзінің жаңа айтып өттім ғой, сайтымызға өзінің хабарласады, жазады. Сол жердегі сұранысы бойынша PDF форматында немесе сканер жасап, сондай документтермен қайтадан оқырмандарға жолдаймыз. Ясымен мамандардың жауапкершілігі артты дейсіз ғой. Яғни электрондық бағытта тағы да айта кететін осы жерде еске түседі, жаңағы кітапхананың енді заманауи бір үлгісі осы электронды дүниелер ерекше алға шығып отыр екен. Кітапханашы ретінде жалпы енді Димаш Ахметұлын айтып жатырмыз, дәл осы кісінің жаңағы қандай да бір қызықты деректерін жалпы өзіңізде кітапты жақсы көретін шығарсыз, әрине қызметкер болғандықтан айтып өте аласыз оқырманға. Жалпы осы кеңес үкіметі тұсында қылышынан қан тамған кезеңде жалпы ел ағаларының арманы мемлекеттікті, елдікті сақтап қалу болды. Сондай қиын қыстау жолда қызмет еткен осы Димаш Ахметұлы солардың бірі.
Жалпы ол кісінің өмірі туралы, атқарған қызмет туралы жалпы бәрі білет, алайда ол кісі туралы қызықты тың деректерді көбісі біле бермейді. Бізде сол кітаптардан сосындай қызықты деректерді оқып, соларды оқырмандар да білсе екен деген ниет бар. Жалпы айтып өтердің болсақ, ол кісі аң аулағанды өте жақсы көрген екен, аңшылық кәсіпті. Жалпы өзінің мына бір өтті дәурен осылай деп 1992 жылы жарық көрген осындай кітабында ол кісі былай деп жазады: аңшылық бұл өнер деп жазады екен. Яғни ол кісінің аңшылықты қандай жақсы көргенін білуге болады, және ол кісі қару-жарақ жинаумен айналысқан екен. Аңшылыққа шыққан кезде ол кісі көбінесе аң аулап қана қоймай, сонда кең далада жүріп ойланғанды, жаңа тың идеяларды ойлағанды жақсы көрген екен. Және де ол кісінің тағы бір естелігі бар. Ол кісі 60 жыл бойы құпияда ұстап келген мәліметін бір сұхбатында айтқан екен, журналистке берген. Ол мына бір Сұлтан хан Аққұлының мынандай Дінмұхамед Қонаев, Әлихан Бөкейхан алты алаштың бірі рухани көсем атты кітабында жазған екен. Ол кезде Димаш Ахметұлы Әлихан Бөкейхановпен кездескен екен. Бұны көбісі біле бермейді, бірақ бұны қайраткер 60 жыл құпияда ұстаған екен. Себебі сол кеңес үкіметінің тұсында осындай құпияны ашатын болса, ол кісі билікке араласпақ түгілі осындай ел басқаратын дәрежеде болмас еді. Ол кісі естелігінде былай дейді: Әлихан Бөкейханұлы алаш көсемі ғана емес, алты алаштың бірі дейді. Және де оны тарихта мойындайды. Мен Әлиханмен бір-ақ рет кездестім, оның өзі қас-қағым сәт деген деп айтқан екен. Ол кісінің оны Әлихан Бөкейхановпен кездесуі Әлихан Бөкейхановтың күйеу баласының жаназасында болған екен. Сол жерге барып, жаназасында көңіл айтып, алғаш рет және соңғы рет сол жерде көрген екен. Және де басқа да Алашорда мүшелерімен араласып тұрған, және де ол кісінің жалғыз ұлын да таниды екен. Осындай қызықты деректер бар. Кезіге бермейтін мәліметтер. Жалпы бұл басы ғана осындай қызықты мәліметтер осындай кітаптарда көптеп кездеседі бізде. Шынымен де енді жалпы басшысы, елдің қамқоршысы ретінде танып жатамыз, дегенмен де жаңағы кітап сүйер қауым білгенмен көп көрерменге жаңағы қызықты деректері беймәлім. Бұл ақпараттар өзінше бір қызықты болды деген ойдамыз. Жалпы сіз үшін өзіңізді кітапхана мен өзім қасиетті орын деп санаймын. Шынымен өйткені кітап жаңағы шын интеллигент тұлғаларды жасап шығаратын орта, жаңағы тәрбиелейтін ерекше дүние. Сондықтан да қазіргі жастардың арасында осы біз айтып отырған ел көсемі Димаш Ахметұлының қандай қасиеттері үлгі тұтарлық деп ойлайсыз? Жастарға қандай бір дүниесін айтып өтер едіңіз? Жалпы ол кісінің ең бастысы өзім үшін, жастар үшін өзім қарапайымдылығын бағалаймын ең бірінші. Оны мынандайдан көруге болады. Ол кісі үйіне барған үлкен адамдар, мысалы ақын жазушылар, тағы да басқа дос-жарандары ол кісінің үйіне қаттан қалған екен. Сондай қарапайым деп. Және де ол кісі ешқандай күзетсіз жұмысына барып келе жатқанын талай жерден көрген екен. Және де ол кісінің мен еңбек сүйгіштігін бағалаймын. Өздеріңіз білесіздер, жалпы халық біледі ғой, ол кісінің ең алғашқы жұмысы бұл Балқаш кен зауытынан басталған. Кейіннен біздің рейдерге келді, және ол кісінің басқа жұмыстарымен бірге Өскеменге сіңірген еңбегі орасан зор. Өйткені қарап отыратын болсақ, ол кісі рейдерге келмес бұрын ол жердің жағдайы нашар болған дейді. Яғни сол кен зауыты жабылудың аз-ақ алдында қалған дейді. Ол кісі келгеннен кейін жұмысшылардың және заводтың жағдайы жақсарып өзгерістер енген екен. Және де ол кісінің еңбекті бағалай білетін қасиетінің үлгі тұтар едім. Ол кісі бір Жапонияға барған сапарында Жапония халқы ол кісіге ол кезде пультпен басқаратын теледидар болмаған ғой, пультпен басқаратын теледидар сыйлаған екен да, өздері ойлап тапқан. Бірақ ол кісі оны осындай еңбекті мен сыйлыға ала салған жарамас деп өз ақшасына соларды сатып алған екен. Бұны естіген Жапония халқы ол кісінің еңбекті бағалай білетін қасиетіне риза болып, соны сол императордың ғана сарайында тұратын сыйлықты сыйға тартқан екен. Яғни императордың сарайында тұратын сыйлық ол ешкімнің кез келген адам ала бермейді ғой. Соны Димаш Ахметұлы алған екен. Осындай құрметке болған дейсіз ғой, әрине. Және де соны тағы бір көрінісі ретінде мына бір кітапты айтып өтсем, бұл қымбатты Димаш Ахметұлы деп аталады. Бұл жерде Димаш Ахметұлының
әр жылдары қызмет еткен жылдарындағы келіп түскен алғыс хаттар, басқа мемлекеттен, ақын жазушы, қоғам қайраткерлерден келіп түскен және қарапайым халықтан келіп түскен өтініш сауалдар осында жинақталған екен. Құрметті көрермен, енді жалпы 110 жылдық жаңағы мерейтой деп айтсақ болатын шығар. Қарсаңында дәл осындай құнды ақпараттармен қанығам десеңіз, Пушкин атындағы облыстық кітапханаға барып, осындай көрмеден өзіңіздің біліміңізді жетілдіруге болады. Енді өзіңіздің арқаңызда жалпы көрерменге бір қызықты ақпараттар легі жетті деп ойлаймыз. Мәулипа ханым, енді сұхбатымызды қорытындыласақ, таңғы эфиріміздің уақыты жеткілікті ғой, сондықтан да жаңағы көрерменге бір таңғы сәлем жолдап, тағы да бір айта кететін ақпараттарыңыз болса, қорытындылап жіберсек. Біз әрине Димаш Ахметұлының осы мерейтойлық жылы болғаннан кейін, ол кісінің еңбегі, өмір жолы жалпы жастарға бізге үлгі деп ойлаймын. Ол кісі өзінің ең соңғы сөзінде айтқан екен, осындай сіздерге сәттілік тілеймін. Осындай қиын қыстау күндерде еңсені енді төмен салмай, еңсені биік көтерер күш қайрат, мұқалмасшылық ер тілеймін. Бәрі бір күнгідей болмайды, сондықтан арайлап атқан әр таңға үмітпен, сеніммен қарайық. Халқым, саған қалтқысыз қызмет еттім, аманатыңа адал болдым. Соңғы демім таусылғанша өзіңе қызмет етуден танбаймын деген екен. Ол кісінің осындай өмір жолы бәрімізге үлгі. Көрермендерге бүгінгі күніне сәттілік тілеймін, отбасыларына амандық, еңбектеріне табыс тілеймін. Мәулипа ханым, өзіңізге үлкен алғыс білдіреміз. Шынымен бір рухани байлық сыйлайтын сұхбат болды деп ойлаймыз. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік, біздің таңғы эфирде сұхбатта болған Мәулипа Ошанқызы Пушкин атындағы кітапхананың оқу залының қызметкері Дінмұхамед Қонаев атамыз төңірегінде кереметтей бір әңгімемізді өрбіттік. Енді дәл осындай сұхбаттан кейін эфирімізді әрмен қарай жалғастырсақ, дәл қазір таңғы айдарымызды ұсынамыз.